Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін бізде қазақ тіл апталығына байланысты ашық сабақ өткізіледі. Менің ашық сабағымның тақырыбы Мұқағали Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» поэмасы. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаттары көрсетілген. Нақтылай кететін болсақ, оқу мақсатында көрсетілген кейіптеу, теңеу, эпитет, метафора қолданысын, яғни көркемдік ерекшелігіне назар аударамыз, табамыз, анықтаймыз. Одан кейін әдеби шығармадағы эпилог пен прологты анықтаймыз, яғни поэмадағы эпилог, пролог қай жерде, соны анықтаймыз. Тәжібаевқа берілген сабақтың басында Әбділда Тәжібаевтың пікірі, одан кейін ұлы тұлғалардың Мұқағали жайлы пікірлері де, қаншалықты ақынның бұл өмірдегі алар орны, әдеби ортадағы орны туралы сөз қозғап кетеміз. Сабақтың басы болғаннан кейін өткенге шолу жасау керек. Ол Мұқағали Мақатаевтың өмірінен сыр шертеді. Оны біз Quizzes, Plickers, ойын платформалары арқылы жүзеге асырамыз. Оны лифт әдісі арқылы бағалайды. Ол жерде Quizzes және Plickers ойындарының сілтемесі ұялы телефон арқылы жүзеге асады. Мен оқушыларға сілтемесін дайындап қойдым. Соны біздің қазақ әдебиеті тобына саламыз. Осы жердегі ойын платформаларын жүзеге асырған уақытта берген жауабына қарай өздеріне лифт әдісі арқылы бағалау жүргізеді. Және де құрметті әріптестер, сабақ барысында оқушылардың жұмыстанып жатқан уақытында мен Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Саржайлау әнін қосып қоямын, Нұрғали Нүсіпжановтың орындауында. Бұл оқушыны эстетикалық әдемілікке, талғампаздыққа, қазақ өнерін, қазақ сөз өнерін, қазақтың өлеңге деген ерекше бір ілтипатын дамытатын әдістердің бірі деп ойлаймын. Сонымен қатар сабақтың соңында қазір көрсетемін, Google опрос арқылы біз рефлексия жасаймыз. Ол жерде бірнеше сұрақтар қойылған. Мұқағали Мақатаевтың жарының есімі кім? Сұлушаш? Жоқ, Лашын. Лашын? О, дұрыс. Келесі. бір бал. Келесі сұрақ. Мұқағали Мақатаев. Дұрыс емес. Келесі ретте Мұқағали Мұзарттың мұзбалағы шашып өткен әлемге шұғыласын деген тақырыпта біз Аққулар ұйықтағанда поэмасы туралы сөз қозғаймыз. Себебі біздің тақырыбымыз сол. Мына жерде көрсетіліп тұрғандай 19 поэмасы бар. Сол поэманың бірі Аққулар ұйықтағанда. Бұл жерде поэмадан үзінді берілген. Баланың әкесі аққуларға қиянат жасай алмайтындығын айтады. Ақиқат және жалған әдісі арқылы жүзеге асады. Келесі ретте біз пролог және эпилогтың не екенін еске түсіреміз. Одан кейін поэманың прологын анықтап, эпилогын анықтап, төменге өз ойларын жазады. Оқушылар дәптерге тауып, әркім өзі жазатын болады. Келесі сергіту сәті Аққулар ұйықтағанда поэмасының негізінде поэзия минуты, яғни мәнерлеп оқу. Бұл жерде мен оқушыларға уақыт тығыз болғаннан кейін жаттауға бергенмін, бірақ енді жаттап келмейтін қауіпті, егер свод талдау анализіне салатын болсақ, қауіп тудыратын жаңа оқушылардың жаттауға уақыттың тығыздығына байланысты мүмкіндігі болмаса, поэзия минутында біз Мұқағалидың жақсы өлеңдерін мәнерлеп оқитын боламыз. Ары қарай кеттік.
Енді композициялық, мына төбесіне жазып қою керек еді, композициялық құрылысына талдау деп. Енді оқиғаның Аққулар ұйықтағанда поэмасында оқиғаның басталуы, байланысуы, дамуы, шиеленісу, шарықтау шегін және шешімін оқушыларға тапсырма ретінде беремін. Әр оқушы өзінің жаңағы жауабын дәптерге жазады. Келесі кім біледі әдісі арқылы жүзеге асады. Бұл жерде біз оқушылар теңеу, эпитет, тұрақ тіркес, кейіптеу, метафораға анықтама береді. Неліктен? Бір қайталап өту мақсатында. 8-ші сыныпқа дейін олар бұл көркемдік жаңағы теориялық ұғымдармен таныс болатын. Сондықтан да осыны бір қайталап өту керек болады. Келесі кезекте кесте беріледі. Бұл кестеде теңеу, эпитет, тұрақ тіркес, кейіптеу, метафораны оқушы өзі тауып оқып беруі қажет. Енді біз тек қана әдебиет сабағы деп әдебиетке ғана назар аудармай, сонымен қатар қазақ тілі бойынша осы Аққулар ұйықтағанда поэмасының ішіндегі үзіндіден жылдам диктант ұйымдастырамыз. Диктантта 15 сөз болады. Бұл жерде дескрипторы берілген. Тыныс белгіден және орфографиядан кеткен бір қатеге 4 балл, 3 балл. Мына жерде қате кетіп, мұнда 2 балл деп жазуым керек екен. 2 балл өздері бағалау парақшасына бағалап отырады. Ал енді үй тапсырмасы сабақтың соңына да жеттік. Ол филокестесін толтыру арқылы жүзеге асады. Яғни шығармадан кейіпкер бейнесін ашатын деректер жинау, кейіпкер туралы өзінің ой пікірін білдіру, кейіпкердің образдық тұлғасын ашатын сұрақтар құрастыру, іс-әрекетіне автордың кейіпкерді сомдауда қолданған тәсіліне назар аудару керек. Содан кейін сабақтың соңын Мұқағали Мақатаевтың мына бір тамаша өлеңмен аяқтаймыз. Осылай мәңгілік тұрармын, өлмеймін, сірәда өлмейтін шығармын. Яғни Мұқағали Мақатаев қазақ халқының ақиық ақыны, шын мәнінде өзінің творчествосымен халықтың жадында мәңгі қалмақ. Үйге береке боп келдің, үйге береке боп ендім, күнім қызым менің. Болмасын жұбайым қайғым, әкең сені уайымдайды, ақылды болайын, ақылды болайын. Түн ұйқы төртке бөліп сенің тыныш ұйқың